Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жазықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі бөліміндегі жазықтағы координаталар әдісі. Оқу мақсаты жазықта координаталармен берілген екі нүктенің арақашықтығын есептеу. Кесінді ортасының координаталарын табу. Сабақ мақсаты жазықтағы екі нүктенің арақашықтығын олардың координаталары арқылы есептейміз. Кесінді ортасының координаталарын анықтаймыз. Орта нүктені табу. Бізге координаталар жүйесі берілсін. А-ның координаттары -4 және 1. В-ның координаттары -1 және -3. М берілген А және В нүктелерінің ортасы. М-ның абсциссасы x тең -2,5. Бұл дегеніміз М нүктесі А мен В-ның x-тарының жартысында жатыр деген сөз. Сондықтан М-ның x координаты А мен В-ның орта мәніне тең. Яғни xm тең -4 қосылған -1 бөлінген 2 тең -2,5. М-ның ординатасы y тең -1. Бұл дегеніміз М нүктесі А мен В-ның y-тарының жартысында жатыр деген сөз. Сондықтан М-ның y координаты А мен В-ның орта мәніне тең. Яғни y тең 1 қосылған -3 бөлінген 2 тең -1. Орта нүктені табу. Сонымен АВ кесіндісінің ортасы болып табылатын М нүктесінің координаталары мынаған тең. М тең -2,5 және -1. Бірінші есепке назар аударамыз. А және В нүктелері берілген. М АВ-ның орта нүктесі. М нүктесінің координаталарын табыңыз. Ол үшін А және В нүктелерінің x-тарының мәндерін қосып 2-ге бөлеміз. Және y-тарының мәндерін қосып 2-ге бөлеміз. Сонымен М нүктесінің координаталары шығады. М-ның координаталары 0 және -1,5. Енді балалар, екі нүктенің арақашықтығын табуды үйренейік. Бізге координаталар жүйесі берілсін. А-ның координаталары 1 және 5. В-ның координаталары 0 және 1. Табу керек АВ кесіндісінің ұзындығын. Пифагор теоремасын қолдануға болады. Ол үшін бізге тікбұрышты үшбұрыш жасап алу керек. Сонымен, катеттері 1 және 4 болатын тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Пифагор теоремасын қолданып АВ-ны табамыз. АВ-ның 2 дәрежесі тең 1-дің 2 дәрежесі қосылған 4-дің 2 дәрежесі. Бұдан АВ тең түбірасты 17, оны 10-ға үлеске дейін жоқтап алатын болсақ, АВ тең 4,1-ге. Екі нүктенің арақашықтығын табуға есептер шығарайық. А және В нүктелері берілген. Табу керегі АВ кесіндісінің ұзындығын. Жауабын 10-ға үлеске дейін жоқтаңыз. Шешуі АВ кесіндісінің ұзындығын табу үшін АВ кесіндісінің арақашықтығын табатын формуласына саламыз. Яғни АВ тең түбірасты x2 мен x1-дің айырымының 2 дәрежесіне қосамыз y2 мен y1-дің 2 дәрежесін. Тең түбірасты 8 мен 0-дің айырымының 2 дәрежесіне қосамыз 1 мен 2-ның айырымының 2 дәрежесін. Тең түбірасты 8-дің 2 дәрежесі қосу -1-дің 2 дәрежесі. Тең түбірасты 65. 10-ға үлеске дейін жоқтайтын болсақ, жауабы 8,1-ге тең. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, А және В нүктелері берілсе, онда АВ-ның ортасын табу үшін x1 мен x2-ні қосып 2-ге бөлеміз. Және y1 мен y2-ні қосып 2-ге бөлеміз. Егер сізге А және В нүктелері берілсе, онда АВ-ның арақашықтығын табу үшін АВ тең түбірасты x2 мен x1-дің айырымының 2 дәрежесіне қосамыз y2 мен y1-дің айырымының 2 дәрежесін. Яғни АВ кесіндісінің ұзындығы осы формуламен анықталады. Кері байланыс. Балалар, төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыру қажет. Бұған дейінгі білімде түсінбеген тұстар бар ма? Ол осы тақырыпты түсінуге қалай әсер етті? Үй тапсырмасы. М АВ-ның ортасы. Белгісіз нүктенің координаталарын табыңыз. Яғни бірінші тапсырманы орындау үшін екі нүктенің ортасының координатасын табатын формулаға салып анықтаймыз. Екінші тапсырма. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңыз. Жауабын 10-ға үлеске дейін жоқтаңыз. АВ кесіндісінің ұзындығын табу үшін екі нүктенің арақашықтығын табатын формулаға салып анықтаймыз. Және 10-ға үлеске дейін жоқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.